Ассалаумағалейкум, армысың қазақ елі, сіздермен бірге Сұлтанбек және қазақша YouTube арнасы. Бүгінгі бейне ұлтына, халқына, жеріне, өзінің еліне жаны ашитын азаматтар мен азаматшалар үшін бір видео болу керек. Және мен соған сенемін. Соңына дейін қараңыздар, барлығын өздеріңіз түсінесіздер. Иә достар, видео басталмас бұрын сіздерге өзімнің телеграм арнамның ашылғаны туралы хабарлаймын. Осы телеграм арнамнан сіздер тарихи әртүрлі фотосуреттер, ескі архивтерді барлығын көре аласыздар. Егер қызық болса, онда менің пікір алаңдағы ең бірінші тұрған сілтеме арқылы кіре аласыздар, немесе сипаттама, яғни описанияда тұрған сілтеме арқылы кіріп көре аласыздар. Рахмет. Бейненің видеоның тақырыбы, яғни бұл қазіргі таңда қазақ азаматтар, азаматшаларының, яғни қазақ халқының, былайша айтқанда этностың өзіндік бір ұлттық кодын, салт дәстүрін бір жоғалтып бара жатқандай болуы. Мына қиыншылықтарды, мына орысша айтқанда проблемаларды айтпасқа болмайды. Бұл қандай проблемалар, қиыншылықтар десеңіз, бұл қазақ салт дәстүрінің Еуропаның көзқарасына, Еуропаның, яғни солардың нормаларына, солардың стандарттарына ілесіп, сонымен қазақы салт дәстүріміздің кетіп қалып жатқаны. Бұл қалай? Бұны түсіндіріп берейін сіздерге. Бұл былай. Мысалға, Еуропада неше түрлі ғалымдар бар. Солар мысалға әртүрлі Instagram, TikTok, YouTube әлеуметтік желілеріне өздерінің мынандай бір нормаларымен еуропалық, еуроцентризм, сондай бір өздерінің көзқарастарын, өздерінің былайша айтқанда дәстүрлерін басқа халықтарға тықпалағысы келгені. Бұл қандай? Бұл былай. Мысалға, қазақтар байырғыдан ет өнімдерін, сүт өнімдерін көптеп пайдаланады. Бұл факт. Ал олар не деп айтады? Олардың айтуынша ет адам денсаулығына зиян, және сүтте лактоза болады, дұрыс қой. Лактоза адамның асқазанына, денсаулығына зиян деп айтады олардың диетологтары. Осылай айтады. Ендігі қараңыз, ендігі қазақ ғалымдары, яғни тіпті бүкіл әлемдік ғалымдардың зерттеуін қарағанда, лактоза, яғни сүт өнімдері біздің халыққа, яғни осы Орта Азия халықтарына жақсы мөлшерде пайдалану ешқандай зиян әкелмейді екен, керісінше пайда көп әкеледі екен. Неге? Себебі біздің ата-бабаларымыз кезінде бірнеше жылдар бойы, ғасырлар бойы осы сүт өнімдерін, ет өнімдерін пайдаланып келе жатқасын. Бұл біздің яғни немізге сіңіп кеткен, генетикамызға сіңіп кеткен. Сәйкесінше біз сүт өнімдерін көп пайдалансақ, ет өнімдерін көп пайдалансақ, тұтынсақ, онда бізге ештеңе болмайды. Ал бұл Еуропаның адамдары бергі ғасырларда ғана сүт өнімдеріне көшкен, бергі ғасырларда ғана ет өнімдерін көбірек тұтынып бастаған. Соның кесірінен оларда осындай бір аурулар шығып жатыр. Ал сіздерге бұндай ауру дәл осы қазақтарға, өзбектерге, қырғыз, яғни Орта Азия халықтарына бұндай аурулар ет, сүт өнімдерінен шығып жатыр деу, былайша айтқанда өтірік болып табылады. Күні кеше мысалы бір нені естідім интернеттен. Бір әйел адам университетте сабақ береді екен, сол айтқан екен: мені апай, немесе мысалы ағай, ер адам болса ағай деп айтпаңдар деген. Неге деп сұраса, тегіңмен, атыңмен айтыңдар дейді. Мысалы орыстар айтады ғой, мысалға алайық, мысалы Инна Федоровна деп сондай қылып айтады ғой, дәл солай айтсын дейді. Ал былай айту оның ойынша мәдениетсіздік, тағы да басқа сондай не. Бұл өте қате нәрсе. Себебі бізде үйтіп текпен, отчествомен айтып отырмайды. Бізде апай, ағай деп барлық туыстық қатынаспен айтылады. Бізде тілімізде сондай қалыптасқан. Мысалы, ер адам болса ағай деп, әйел адам болса апай деп. Бұл біздің қазақ тіліміздің туыстық
қатынасқа не істегенін, жіктелгенін білдіреді. Қазақ тілінің мамандары барлығы да дәл солай айтады. Бәрі қайда тіреледі, барлығы бұл өзіміздің ұлттық кодымыз, бұл барлығы ғасырлар бойы қалыптасып келе жатқан біздің дәстүріміз, қалыптасып келе жатқан бергі неге дейін. Мен айтқым келгені бұл басқа елдерге еліктеп жалтақтап, өз ұлттық құндылықтарымызды жоғалтпауымыз керек, өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды сақтап, қазіргі заманда не жетпейді, қазіргі заманда ерекшелік, ұлттың өзінің сана сезімі жетпейді. Себебі барлығы бір орта стандартқа жіктеліп жатқан секілді. Мысалға, мәдениетпен мысалға алайыншы. Мысал қараңызшы, Еуропада өздерінің мәдениетін жоғалтқан елдер бар, нелер бар, соларды қарасаңыздар, басқа елдерге бір ұқсап кеткен, барлығы бірдей. Ал Жапонияны қара, Жапонияда мысалы амандасқанда басын 90 градусқа иіп амандасады. Тағы да басқа олардың көптеген басқа елдерден, басқа ұлттардан ерекшеленетін өздерінің бір ұлттық сана сезімде, ұлттық салт дәстүрлері бар. Осының арқасында олар бүкіл әлемнен ерекшеленіп отыр. Осының арқасында оларға көп турист барады. Осының арқасында олар танымал болып отыр. Өздерінің ұлттық болмыстарын сақтап қалуының арқасында ғана. Бүгінгі видеода талқылағаным осы. Келесі видеода тағы да басқа талқылаулар болады. Сол үшін арнаға тіркеліп, бейнеге лайк басып, барынша өз қолдауларыңызды білдіре кетіңіздер. Тағы да алдағы уақытта бұдан да жақсы, бұдан да сапасы жоғары, бұдан да ақпаратты көп беретін видеоларды шығарып тұратын боламын. Барлықтарыңызға рахмет. Сау саламатта кездескенше сау болыңыздар, аман жүріңіздер.